Әр күн сайын біздің елімізде әлеуметтік еңбек қатынастарына 6 миллионнан астам жалдамалы жұмыскерлер қатынасады. Ал енді сол әлеуметтік еңбек қатынастарының жағдайы, оның қай жағдайда болуы, қалыпты болуында, оның тепе-теңдік болуында, оның дамуы көптеген жағдайда еліміздің дамуына, оның ішінде экономикалық дамуына, тіпті қалды қоғамдық саяси дамуына өз әсерін тигізеді. Жұмыскерлердің еңбек құқықтарын бұзуға жол беріп жатса, сондай фактілер болып жатса, сіздердің ұжымдарыңызда кәсіподақтар бар болатын болса, осы кәсіподақтарға мүше болып кіруіңізге мен жалпы өз басым сіздерге сондай ұсыныс жасаймын. Егер де кәсіподақ болмаған жағдайда, бұл кәсіподақты құруға сіздер атсалысуларыңыз керек, себебі барлық ұжым болып еңбек құқықтарын қорғауға жаңағы іс-әрекет жасауымыз керек. Үшінші группадағы мүгедек жұмысқа жарамсыз деп жұмыстан шығарды. Содан амалдың жоқтығынан сотқа жүгінденіп, одан кәсіподақ мүшесі болғаннан кейін кәсіподақ қызметкерлеріне де жүгіндім. Кәсіподақ қызметкері Қарауылов Бақтияр деген кісі келіп, мені сотта құқығымды қорғап, қосқан үлесі зор. Шын алғысымды білдіремін. Кейбір жұмыс берушілер мынау заңды белінен басып, еңбеккерлерді заңсыз жұмыстан шығару фактілері кездесіп тұрады. Ал ол үшін енді бізде еңбек кодексінде тікелей жазылған, мынау соттың алдында осы мәселелерді реттейтін ол келісім комиссиясы. Келісім комиссиясы міндетті түрде кәсіпорындарда құрылу қажет. Ал енді сол келісім комиссияларының мүшесі ретінде кәсіподақтың өкілі міндетті түрде болу керек. Сондықтан біз осы құралды да тікелей жақсы қолдануға тырысып жүрміз.